Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын алмалы бәліш дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Содан соң қантымызды салып, екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Мен венчикпен араластырдым. Негізі миксермен араластырсаңыздар да жақсы. Міне екеуін жақсылап араластырып, үстінен ерітілген сары май құятын боламын. Барлығын бірге біркелкетіп, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, екеуін бірге араластырып, содан соң ғана електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Міне алмамызды майдалап біркелкетіп турап алдым. Енді алмамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде дайын болды. Енді бұны формамызға салатын боламын. Формамның размері 28. Мен осылай пергамент бумагасын пайдаландым. Міне осылай дайындап алдым. Мен 150 градуста 50 минуттай пісірдім. Міне менде алмалы пирогым дайын. Бұл өте жұп-жұмсақ болып шығады. Балалар ең сүйіп жейтін пирог. Осылай сәндік үшін үстінен қант ұнтағын сеуіп шығуға болады. Видеоның соңына дейін қарап, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.